Саламатсыздарма. Жоғары аграрлық техникалық колледжінің әлеуметтік гуманитарлық пәндер ПЦК-сының оқытушысы Қайыржанова Гүлназар Скалиевна. Бүгін Classroom бағдарламасы бойынша өткізіп жүрген сабақтарымды сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Алдымен Classroom бағдарламасына оқушыларға қажетті материалдардың барлығын сабаққа 5 минут қалғанда жүктеп қоямын. Бұның ішінде үй тапсырмасын тексеру, жаңа сабақтың дәріс жағы толықтай беріледі және өткен сабақты бекіту, үйге тапсырма. Сондай-ақ оқушыларға Білімленд бағдарламасының ссылкасын ұсынамын. Білімленд бағдарламасында оқушылар дүниежүзі тарихы сабағына өтіп, бүгінгі тақырыпты таңдау арқылы сол тақырыпқа қажетті барлық материалды толықтай ала алады. Мұнда оқушыларға толық дәріс материалдары және бейнеролик түсінікті анық беріледі. Бейнероликте балдар толық ақпаратты ала алады. Және де бұл Білімленд бағдарламасының оқытушыға да, оқушыға да өте ұтымды жері Латын Америкасы, Меркосур, 1995 жылы қаңтарда Латын Америкасы елдер. Арғай жалғастырайық. Бұл жерде оқушы мен оқытушыға тиімді жағы, бұнда балдар сабақты бекітуге арналған тапсырмаларды өздері орындап, және оның дұрыс жауабын көру арқылы тапсырманың дұрыс жауабын тексере алады. Және ең соңында оқушылардың тапсырмаларының нәтижесін көре алады. Бұннан оқушының дұрыс жауабын бақылау арқылы бағалай алады. Және де осы ссылканы Classroom бағдарламасының бетіне орналастырдым. Оқушылар тапсырманы тапсырғаннан кейін бағаланып, ол электронды журналға толтырылады. Электронды журналды оқушылар бақылап қарап отыра алады бағаларын. Назарларыңызға рахмет.